Саламатсыздар ма оқушылар? Сіздер алдыңғы тақырыптардан дыбыстың қайда болуы мен оны қалай есту керек екен туралы тақырыптармен таныстыңыздар. Ендеше мына сұрақтарға жауап беріп көріңіздерші. Бірінші сұрақ: балық аулау кезінде неліктен шуламау керек? Екінші сұрақ: неліктен біз масаның ызыңын қасымызға жақын ұшып келгенде ғана естиміз? Үшінші сұрақ: тоқылдақтың тоқылдаған дыбысы неге ағаштың кез келген жағынан естіледі? Егер де сұрақтардың жауабын білгілерің келсе, сабақ барысында құлақтарыңды түре отырып тыңдаңыздар. Оқушылар, сендер жаңа ғана арыстан мен саршұнақтың дауысын тыңдадыңыздар. Қандай айырмашылықты байқадыңыздар? Жақсы оқушылар. Сонымен жануарлар түрлі дыбыс шығарады. Арыстан басқа жануарлардан жақындаса, өз аумағы екенін ескертіп ырылдайды екен. Оның төмен дыбысты ырылы бірнеше шақырымға жетеді екен. Ал саршұнақ болса, қауіп сезілсе, өзінің шықылығымен маңайындағыларға хабар береді екен. Аңдардың үнемі қозғалып тұратын құлақтары жан-жақтағы өте әлсіз естілер-естілмес дыбыстарға дейін естиді екен. Оқушылар, жануарлардың дыбыстар әлеміне саяхат жасайық. Мына бейнероликке назар аударайық. Буйвол. Гепард. Горилла. Зебра. Лев. Лемур. Леопард. Носорог. Попугай Жако. Слон. Страус. Фламинго. Оқушылар, бейнероликте көргендеріңіздей жануарлар мен құстардың дыбыс шығаруы әртүрлі.
Енді сіздерге Нигиш пен Эврикадан мынандай тапсырма. Суреттегі жануарларды дыбысталуына қарай сәйкестендіріп, дәптерлеріңізге жазыңыздар. Оқушылар, сен білесің бе айдарындағы бейне көрсетілімді жаратылыстану айыр бағдарламасы арқылы көріп, қызықты ақпаратпен танысыңыздар. Оқушылар, сен білесің бе айдарымен танысып болсақ, мына сұрақтарға назар аударайық. Сіздерге сабақтың басында мына сұрақтар қойылды. Балық аулау кезінде неліктен шуламау керек? Себебі суда дыбыс күшейіп тезірек таралады. Неліктен біз масаның ызыңын қасымызға жақын ұшып келгенде ғана естиміз? Себебі арақашықтық артқан сайын дыбыс қаттылығы кемейеді екен. Тоқылдақтың тоқылдаған дыбысы неге ағаштың кез келген жағынан естіледі? Себебі дыбыс толқындары жан жаққа таралады екен. Өздерінің жауаптарымен салыстырып көріңдер. Оқушылар, осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.